Сыртта жүрген бауырлардың бір бөлігі, әсіресе жастар ассимиляцияға түсіп, ана тілін ұмытып барады. Біз бұған ара түсуге тиіспіз. Үкімет шетелдегі қандастарымыз ықшам орналасқан өңірлерде олардың ана тілінде білім алу мүмкіндіктерін қарастыру керек. Қысқа мерзім ішінде қазақ диаспорасын гуманитарлық бағыттағы әдебиеттермен, оқулықтармен, әдістемелік құралдармен қамтамасыз етуді тапсырамын. Қазақстанда әлем елдеріндегі қандастарымызды қолдау үшін 2018 жылы Отандастар қоры құрылған болатын. Сол сәттен бастап өз қызметіне белсенді түрде кіріскен қордың қолдауымен шетелдегі қазақтар үшін 12 мемлекетте ана тілінде сабақ оқытатын онлайн сыныптар ашылды. Шетелдегі қандастарымызға қазақ тілін онлайн форматта үйрету ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап қолға алынды. 12 мемлекеттен 835 қандасымыз қатысты. Оның ішінде 210-ы қазақ тілін толық меңгерді деген, жақсы біледі деген арнайы сертификаттармен марапатталды. Соңғы 3 жылда қандастарымыз үшін 3000-нан астам шара өткен. Сонымен қатар қазақ тілін оқыту үшін түрлі үйірмелер, лагерлер, жиындар ұйымдастырылған. Бұл жұмыс жүйелі түрде жалғасын табуда. Мен осы Бельгия корольдығында тұрамын. 20 жылдан астам уақыт болды. Тұратын қаламыздың аты Антверпен. Осы ұзақ уақыт тұрсақ та біз тілімізді ұмытпадық. Үйде қазақша сөйлеуге тырысамын. Отандастар қоры онлайн сабақты ұйымдастырды. Біз қазір онлайн қазақ тілімізді үйреніп жатырмыз, балаларымыз да үйреніп жатыр. Отандастар қорының мәліметінше 2020 жылғы 22-28 маусым аралығында алыс жақын шетелдерде тұратын қазақ диаспорасының балалары үшін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен Қазақстан, ата жұртым, қасиетім, ана тілім атты 17-ші халықаралық олимпиада өтті. Шара тұңғыш рет қашықтан ұйымдастырылған. Әлемнің әр елінде тұратын қазақ жастары арасында достық байланыстың орнауына ықпал етуді. Сондай-ақ қазақ диаспорасы өкілдері арасында қазақ тілін меңгерудің маңыздылығын арттыруды көздейді. Осы елбасының қатысуымен өткен дүниежүзілік қазақтардың құрылтайларында қандастарымыз көтерген негізгі мәселелердің біреуі ол жас буынды шетелдегі қазақ тіліне үйрету мәселесі болатын. Өйткені ол жақта басқадай орта болғандықтан тілді ұмытып бара жатқан жастар көп деп біздің қандастарымыз мәселе көтерген болатын. Халықтар зор бәсекелестік жолына түсті. Солардың қатарында болу үшін біз де қамдануымыз керек. Біріншіден, қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру. Бұл ана тіліміздің жаһанды ғылым мен білімге кірігуі, әрі әлем қазақтарының рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадам. Мұны айтып отырған себебім, қазір ТМД аумағындағы қазақтар кирилл әріптері, Қытайдағы қандастарымыз төте жазуда, батыс елдеріндегі бауырлар латын әліпбиін қолдануда. Бәріміз сөйлескенде тіліміз бір болса да, оқығанда 3 түрлі болып шығады. Ешбір кедергісіз түсінісетін бір қазақтың баласы бір-бірінің жазуын ұқпайтын күйге жетті. Бұл жер жүзіне тарыдай шашылған қазақтың кейінгі ұрпағын бір-бірінен алшақтатуда. Көп ұзамай бұл олқылықтар бір жола жойылады. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі бірлігімізді нығайтып, рухани жақындастыра түседі.